Қарағанды облысында халықты ревакцинациялау процесі жүріп жатыр. Бүгінде облыс орталығындағы номері 5-ші емханада 8.000-ға жуық адам ревакцинациядан өткен. Солардың бірі Гүлмира. Ол өткен жылдың маусым айында иммундаудың толық курсынан өтті. Ревакцинацияға жалпы көзқарасым жақсы, себебі бүкіл Қазақстан, тіпті бүкіл әлем бойынша болып жатқан жағдайға байланысты денсаулығымызды сақтау бірінші орында деп ойлаймын. Иммундаудың толық курсын алғаннан соң 6 айдан кейін тұрғылықты мекен жайыңыз бойынша тіркелген емханаға барып, қайта вакцинациялаудан өтуге болады. Ревакцинация үшін отандық препарат Казвак вакцинасы қолданылады. Сондай-ақ аталған емханада арнайы мобильді бригадалар бар. Олар 65 жастан асқан және мүмкіндігі шектеулі жандарға үйлеріне барып қызмет көрсетеді. Қазіргі таңда 6-7 бригада жұмыс жасап жатыр. Ол бригада үйде алғысы келген үлкен 60-тан асқан қарт адамдар, жаңағы мүгедек адамдарға үйге барып екпені салғызып жатырмыз. Коронавирустық инфекцияның алдын алудың ең тиімді жолы вакцинация, ал ревакцинация иммунитетті арттырады. Қазіргі таңда Қарағанды облысында 52.671 адам ревакцинациядан өтті.